Барлығымыз бала кезімізде мультфильм көріп өстік. Және біз есейе келе сол мультфильмдерден таңғажайып сәттерді байқай бастаймыз. Бүгін біз сіздерге мультфильмдердегі жасырын хаттамаларды көрсететін боламыз. Сонымен кеттік. Жасырын A113 коды. Диснейдің мультфильмдерінде A113 деген санды кездестірген боларсыздар. Жалпы бұл санды әлі күнге дейін не мағына беретінін түсінбедім. Егер сіздер білетін болсаңыздар, комментарийге жазып кетіңіздер. Видеодан сіздер A113 саны бар мультфильмдерді көріп отырсыздар. Скрудж және Иллюминати. Балалық шағымыздағы мультфильмдердің бірі үйрек ертегілері. Бұл эпизод 1989 жылы шыққан болатын. Осы эпизодта сіздер қабырғаға ілінген плакатта құпия сөзі көріп тұрсыздар. Скрудж денсаулығының нашарлағанына байланысты дәрігерге барады. Дәрігердің кабинетінде Иллюминати туралы жазылған плакат ілініп тұр. Бұл сөздердің аудармасы Иллюминатиді іздеу немесе шақыру дегенді білдіреді. Неліктен бұлай жазып қойғандары белгісіз. Шайтанның белгісі. Бұл белгі шайтанның белгісін білдіреді. Былайша айтқанда, шайтанның мүйізі. Мультфильмдегі кейіпкерлерден сіздер осындай белгілерді көресіздер. Ол кездейсоқтық па, жоқ әлде жасырын тәрбие ма? Жасырын тәрбие ма дегеніміз, олар балаларға осындай қимыл іс-әрекеттерді көрсету арқылы шайтанның белгілерін миына оңай қабылдауына мүмкіндік береді. Жарайды, ол туралы айтпай қояйық. Бірақ шынымен де олардың қимыл іс-әрекеттері күдікті көрінеді. Кішкентай үш шошқа. Кішкентай үш шошқа мультфильмі өзінің жасырын хабарламасымен адамдарды таңғалдырды. Үйдегі қабырғада екі сурет ілініп тұр. Суретке мұқият қарайтын болсақ, бірінші суретте Мазе, яғни ана деп жазылып тұр. Ал екінші суретте Фазе, әке деп жазылып тұр. Неліктен анимацияны осылай істегендері белгісіз. Дегенмен осы эпизодта Disney компаниясы балаларға осындай жасырын қара юморды ұсынды. Симпсондардың болжамы. Симпсондардың болжамы болашақты бірнеше рет болжаған, сондықтан оны жай кездейсоқтық деп айтуға қиын. Олар Трамптың президент болғанын, тіпті 11 қыркүйек оқиғасы тағы да басқа көптеген заттарды болжаған болатын. Әрине мен болжаған дегенге сенбеймін. Олар әдейі алдын ала істеуі мүмкін ғой, бірақ қалай? Губка Боб радиацияның нәтижесі. Ядролық сынақтардан кейін Губка Боб пен оның достарының пайда болуы мүмкін. Бұл күлкілі естілуі мүмкін. Дегенмен 1946 жылдың 25 шілдесінде американдық Натали Бикини алғашқы суасты атом жарылысын мұхит түбінде жасаған болатын. Және мультфильм осы оқиғадан кейін пайда болуы мүмкін деп ойлаймын. Смурфтар бұл нацистер. Оң жақтағы суретке қараңыздар. Бұл не екенін сіздерге көрсеткім келеді. Смурфтар ауырған кезде олардың көк терілері қара түске боялады. Және олар ашуланшақ болып келеді. Әр мультфильмде жаман кейіпкерлер болады. Осы мультфильмнің жаман кейіпкері Гаргамель. Ол еврейдің бейнесіне ұқсайтын қара мұртты айлакер болып бейнеленген. Сонымен қатар Гаргамельдің Азриэль атты мысығы бар. Азриэль еврейдің мифологиясында өлім періштесі болып аталады. Қазірдің өзінде барлық балалар өлді. Мультфильмнің атауы қорқынышты көрінеді. Дегенмен бұл мультфильм балаларға теріс тәрбие беріп жатыр. Анжелика Чаки есімді кейіпкер әкесі күйзеліске ұшырағаннан кейін көз жұмады. Басты кейіпкер Томми туылғаннан шала туылған. Бір қызығы, Томми туылғаннан кейін сол үйдегі балалар бірінен соң бірі қайтыс бола бастайды. Және ол әкесіне қатты әсер етеді. Одан кейін Томмидің анасы жүкті болып шығады, бірақ баласын алдыртып тастайды. Байқасаңыздар, өмірдегі оқиғаларда мультфильмге қосқан.
Сонымен достар, видеомыз аяғына жетті. Егер видео ұнаса, әрине лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер. Және балаларымыз қандай мультфильм қарап жатқанын қадағалаңыздар. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.